мен 33-ші топ шебері Жайлабай Күнғара. Бүгінгі сабақтың тақырыбы CorelDRAW бағдарламасы. CorelDRAW компьютерлік дизайн жұмысына арналған программа. Бұл программаны басқа материалдарын дайындауға қолданады. Буклет, календар, кітаптар, иллюстрациясы, плакаттар, визитка, открытка, билеттер. CorelDRAW бағдарламасының веб-сайт элементтері мен веб-парақтарды безендіруге, техникалық құжаттарды, сызбалар, жоспар, схема сипаттамалары, файлдарын жинақтауға қолданады. CorelDRAW құрамында көптеген кәсіптік баспалар, типография, фирмалар қолданылатын кәсіптік функциялар бар, өте қуатты редактор. Векторлы график редакторы CorelDRAW каналдың Corel Corporation фирмасының арқасында кеңінен танылған мүмкіндік алды. CorelDRAW кейбір жағдайларда векторлы редакторды қажет етпейді. CorelDRAW X8 2017. Corel бағдарламасы бұл вектор салуға арналған бағдарлама. Қарапайым ғана сурет. Көріп отырғандарыңыздай майда-майда төртбұрышты нүктелер бар. Енді пикселдің не екенін бәрі білетін шығар деп ойлаймын. Ал Corel бұл пиксель емес, вектор арқылы жұмыс істейді. Вектор дегеніміз, демек, қанша өтетсек те ол сапасы мүлдем өзгермейді. Мысалы, өте кішкентай бір домалақты алып, бұл сапасы еш өзгермейді. Ал мінекей мысалы, мынандай бір бағдарлама бар. Бұл нақты вектордың не екенін көрсетіп тұр. Міне астыда көріп отырғандарыңыздай, бұл вектордың нақты қай нүктеден қай нүктеге дейін баратын. Мінекей. Қарапайым вектор бар. Міне бұның мына нүктесі қай жерден басталып, қай жерден аяқталатыны. Бұл пиксель емес, нақты есеп ретінде қаралған. Міне, әрқайсының радиусы, орналасқан нүктелері сол сияқты. Өздеріңіз көріп отырғандай, астында нүкте бар. Қай жерде орналасқан, қандай өлшем бірліктерде орналасқан, соның бәрі көріп тұр. Сол себепті де векторлар пиксельге қарағанда сапасы әлдеқайда жоғары болып есептелінеді. Бірақ векторлардың пиксельдерден кемшілігі бұлар өте көп орын алады. Бүгінгі бірінші сабақта мен бір сурет салып көрсетейін мысал ретінде. Келесі сабақтарда суреттер қиындай береді. Мінекей Қазақстан Республикасының жалауының ою өрнегі. Осының бір бөлігін салып көрсетейін. Барлығын емес, тек бір бөлігін ғана. Кез келген векторлық суретті біз Corelге аудара аламыз. Оның істеудің бірнеше тәсілі бар. Ең оңай жолы жай ғана бүйтіп алып келе салу. Немесе файл импорт арқылы алып келу. Мінекей нақты суретті бір көрсетсек. Мысалы, мына бір ою өрнек. Сөйтіп, мінекей. Бұның бізге қажет жоқ. Бізге салдың оңайырақ нәрседен бастайық. Бұны бұрамыз. Мына жерден бұру бар 90 градусқа. Бірақ сурет қисық болғандықтан бізге 90 емес, сәл басқаша бұру керек. Corelде бұрудың екінші түрі бар. Ол батырманы екі рет бассақ, жылжыту емес, бұру. Мінекей бұрышын ұстап бұрамыз. Corelде бұру кез келген мына ортада нүкте бар, осыған қарай бұрылады. Мысалы, бұны былай қойсақ, осыны айналады. Былай қойсақ, мінекей, осы нүктені айналып жүреді. Бұл не үшін керек десеңіз, қазір көрсетемін. Міне бізде тура сызық бар. Енді жәндегі нүктені тура осыған қоятын болсақ, тегіс жеріне, енді мынаны бұрған кезде бұл сурет тура осымен бұрыла береді. Өте керек құрал. Ал енді бізге бізге керек бөлігін алайық. Ол үшін төртбұрыш жазамыз. Керек бөлігін белгілеу үшін екеуін бірге белгілейміз.
не былай немесе тағы да солай бар біреуін ал